Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Бізде бүгінгі аукционда осындай автовышка көлігі бар. Кореяның KT байланыс язды жұмыс істеген. Осындай вышканы сымсыз басқару пульті бар бізде. Көлік толық родной окраста. Тек осы жерінде бампердің царапина бар. А так көлік толық родной окраста. Пробегі небәрі 8 жүрілген. Мынау грузоподъемность мұнда 1 тонналық. Вышканың биіктігі көтерілетін биіктігі бізде 12 метрге дейін көтеріледі. Осындай 360 градусқа разворот жасалады, айналады 360 градусқа. Мына жермен де управление жасауға болады. Осы жермен и және сымсыз басқару болады. Адам көтереді, мысалы баннер ауыстырасыз, сондай жұмыстарға керек өте жақсы көлік. Бұл көлігіміз характеристикасы 2.5 турбо бензин. Көлігіміз таза проходной, 2022 3 ай. Көліктердің кожаларының салон жағдайы өте керемет жағдайда, только бір мойка керек, енді адамның аяғы қалада жаңбыр жауып жатыр. Кішкене осындай комплектациясына келетін болсақ, өте средний комплектация, жақсы комплектацияда. Руль мультимедиасы бар, автомат коробка, подогрев руля, подогрев сиденья, подогрев боковой зеркал, барлығы бар көлігімізде. Және осындай полоса удержания, антизанос батырмасы бір, және смарт 2 кілті бар. Пробег бізде небәрі 8.000 жүрген. Пробег өте аз. Көлігіміздің жағдайы өте керемет жағдайда. Алам дейтін кісілер болса, жеке шықсаңыздар болады. Бүгінгі аукционда осы көлігіміз осындай 4-5 автовышка көлігі бар. Көліктің жағдайы өте керемет. 8.000 пробег деген не ол? Так, 200 килограмм дейді. 200 килограмм көтереді екен салмағы. Так что қорықпай заказ бере берсеңіздер болады. Бізде бүгінгі аукционда осындай бір жақсы вариант бар. Соғамыз десеңіздер, соғып кетейік. Әдемі ғой мынау? Әдемі. Кет, тап-таза, керемет жағдай. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Келесі көлігіміз Kia Bongo 1 тонна 200. Бұл көліктің алды және артқы рессормен. Көлігіміз кабинет полный родной окраста, жағдай өте жақсы. Іш жақтар көретін болсақ, тап-таза, заводской болып тұр. Көлікке келетін болсақ, 2024 жылы объем 2.5 турбогаз, 2 ящиктері, 3 ящигі бар бұл көліктің. Бұл жақта 2 ящик, ал жағында кішігірім және 1 ящигі бар. Дөңгелектердің өзі R16-лық, дәу, жағдайы жақсы. 3 орындық. Моторды көретін болсақ, тап-таза. Көлігіміз көп жүргенге қарамай, мотор жақтар бәрі таза, мониторы бар, автомат коробка. Үстіне алды және артқы рессормен. Дөңгелектен жағдай жақсы. Арт жағда рессор. Кішігірім ящик, бірінші ящик, мына жерде екінші ящик. Арғы бетте жаңа бір ящик бар. Мына кілттері, бірінші, екінші, үшінші ящиктің кілттері. Борты 3.40 ұзындығы, 2,5 тонна, 3,5 тонна жүгіңізді көтеріп, тартып кетеді. Артында защита газ баллоны бар. Газ баллон артында орналасқан, астында 2.5 турбо. Борттары шамалы сырылған жерлері бар. Бізде 3-ші ящик. Ящиктерінің өзіне 25-30 кило, 70-80 кило зат астына салып кетсеңіз болады. Сүйтілмейтін заттар. 2024 3-ші ай, 3 орындық. Комплектациясы өте жақсы. Мультимедиа, круз-контроль. Пробег 78 жүрген. Бағасы арзан бағада. 2 кілті бар. Монитор. Артқы камера. Мотор әдемі жұмыс істеп тұр. Артқы лобовой подогревтері, подогрев руль, подогрев обдув сиденья, кондиционер. Кондиционер жақсы жұмыс істеп тұр. Пленкадан білсеңіздер болады.
полоса держание және де антизанос батырмалары бар. Көлігіміз жағдайы өте жақсы. Тек қана пробег көптеу, бірақ бағасы өте арзан. Қызық болса жеке шығыңыздар. Ассалаумағалейкум. Келесі көретін көлігіміз Hyundai Porter автокөлігі 2024-дің 9 айы. Көлігіміз полный родная окраста, жағдайы өте жақсы. Комплектация средний жүреді бұлар. Автомат коробка, 3 орындық. Моторын көретін болсақ, сақтықтар қызы. Таза. Прицеп шамалы жұмыс істеп, заттар қойған, датып басып кеткен. Объем 2.5 газ турбо. Осындай Porter арзан бағада қызық болатын болса, хабарлассаңыздар болады. Баллондарды жағдайы өте жақсы. 2024 9 ай. 3 орындық. Мультимедиа. Пробег небәрі 18 мың жүрген. 2 кілті бар. Автомат коробка. Коробкалар жақсы жұмыс істеп тұр. Обдув, подогрев сиденья, подогрев руль, подогрев артқы лобовой, антизанос және полоса держание батырмасы бар. Қызық болатын болса жеке шықсаңыздар болады. Hyundai Porter 2024 жылы, объем 2.5 газ. Ассалаумағалейкум. Келесі көлігіміз Kia K5 2019 жылғы, объем 2 бензин. Көлігіміз толщиномермен тексеріп шықтық. Тек қана бір деталь замена болған. Сол жақ алды крыло толщиномермен бірдей көрсетеді. Тап-таза. Объем 2 СВЛ мотор. Пробегі небәрі 50 мың жүрген. 2019 жылғы K5 автокөлігі. Бұл құралмаған. Өзі аңғылдарды сау. Бізде тек қана бір деталь құралған. Сол жақ алды крыло замен болған. Көлікке келетін болсақ, панорамный крыша, полоса держаниясы бар, бір линзалық оптика, астында тұманегі бар. R18 дюймдық дөңгелекте, престиж комплектация, бесключевой доступ. 2 кілті бар. Комплектация, средний комплектация жүреді. Артқы орындықтары. Осындай Kia K5 автокөлік күнге қызық болатын болса, жеке шықсаңыздар болады. Көліктің жағдайы өте жақсы. Артқы бамперінде шамалында сырылған жері бар екен. Артқы стоптары LED жанады. Багажник. Ас жақтар заводской герметиктер орында тұр. Бұралмаған, таза. Осы кузовтың арт жағы да, алдыда әдемі болып тұрады. Стоптарымен. Қызық болатын болса жеке шықсаңыздар болады. Бүгін аукцион ойналады. Есігінде шамалы тампауэт етіп жүретін жерлер бар екен. Электрический сиденье 2019 жылға. Полоса держаниясы бар. Мультимедиа, круиз-контроль, пробег небәрі 51 мың жүрген. Мотор жақсы жұмыс істеп тұр. 216 климат контрольда. Артқы камера. Коробкасы әдемі жұмыс істеп тұр. Подогрев руль, подогрев сиденья, драйв мод, электрический ручник. Артқы камера, автохолд батырмасы бар, драйв мод. Көлігіміз жағдайы жақсы. Панорамный крыша. Қызық болатын болса, жеке шықсаңыздар болады. 2 кілтімен. Панелдерді тап-таза. Ассалаумағалейкум. Келесі көлігіміз Kia K5, объем 2 бензин, тренді комплектацияда. Көлігіміз полный родная класста, жағдайы жақсы.
Объем 2 СВЛ мотор 2014 жылға болттар бұралмаған тап-таза ешкімді моторы шықырға тап-таза жағдайы жақсы бұралмаған алды бамперде сырылған жері бар бамперді бір істетіп алу керек алды бамперді қалған детальдар жақсы R16 дюймдік дөңгелек панорамный крыша бір линзалық оптика туманник бескучевой достав қара салонда 2 кілті бар көлік тап-таза ешқандай царапинасы жоқ артқы орындықтары заводской бәрі штамптары заводской болып тұр объем 2 бензин простой комплектация бірақ машинаның жағдайы жақсы жанып тұр багажник бұралмаған артқы бамперде тап-таза мына жер кішігірім сырылған жері бар екен сол жақ артқы крылода қалған жерлер бәрі тап-таза болып тұр 2014 жылға сиденье механический жүреді антизанос батырмас мультимедиа голосовое управление курс контроль драйв мод 160 мың пробегте монитор артқы камера шамалы яркий мультик болып тұр 2 зоналы климат контрольде подогрев сиденья push старт панорамный крыша көліктің жағдайы жақсы 2 кілті бар қызық болатын болса жеке шықсаңыздар болады панельдері де тап-таза